Ол қарапайым бала еді. Ел қатарлы мектепке барды, дос тапты. Ата-анасына қолғанат болды. Жоғарғы оқу орнын жақсы көрсеткішпен тәмамдады. Қызметте алда болып, мол табысқа да кенелді. Өмір жолым бейне бір түс секілді. Кейде қызық, кейде қорқынышты. Адастым, талайда адастырдым. Ұлыңды сенен алыстатып, жат қылғаным үшін кешір мені ана. Жалған уағызбен жарыңды сенен жырақтатып жіберсем, мені қарғамашы қарындасым. Әкеңді адастырғаным үшін кешір мені балақай. Өзімде біреудің арбауына түсіп, айтақтаға иті болдым. Кешіріңдер мені. Все-таки с матерью у отца были некоторые проблемы раньше. Кішкентай кезімде әке-шешем жиі ұрысатын. Әкем ішкілікке салынды. Соның салдарынан үйде кикілжің көбейіп, анам екеуі бір ажырасып, бір қосылып жүретін. Кейін әкем дәстүрлі исламда қабылдап, намаз оқыған соң, арақ ішуді доғарып үйге береке кіре бастады. Содан кейін мен мұсылман дініне тереңірек үңілгім келді. Дін жолында жүрген иманды қызға үйленсем, әке-шешемнің тағдырын қайталамайтыныма кәміл сендім. Бұл ойымды әкем де құптады. Дегенмен иманды қыздар тек өздері сияқты жігіттерге ғана қарайтын болғандықтан мен де басымды сәждеге қойдым. Все начинается с детства, все начинается с семьи, потом семья. Бәрі бала күннен басталады. Психоаналитик Фрейдтің пайымдауынша, кішкентай кездегі күйзеліс, есейгендегі психологиялық қиындықтар бір-бірімен тығыз байланысты. Отбасындағы ұрыс-керіс баланың бойына қорқыныш ұялатады. Өз-өзін қор сезініп, жасық болады. Сол бала күнгі үрейден есейгенде де арыла алмайды. Іште үнжырғасы түсіп жүреді. Достарымен де көп араласпайды. Осындай өзгерістерден кейін олар соқыр сенімге тез еретін болады. Өздеріне бір мақсат қойып, соған жеткенше тынбайды. Таким образом и проявляются такие психологические особенности характера. Еріне мойын сынатын иманды, ибалы әйелмен тату тәтті, сүттей ұйыған отбасын құру. Ата-анасының қателігін қайталамау үшін ол бәріне дайын болды. Беделді жоғарғы оқу орнын жақсы көрсеткішпен тәмамдап, жұмысқа кіріскен жас жігітке лезде рухани ұстаз табыла кетті. И примерно в 2010 году я познакомился с человеком, моим коллегой по работе. 2010 жылы жұмысқа кірдім. Басшымыз менен 10 жастай үлкен жігіт ағасы еді. Өте білімді болатын, рухани бай. Оның үстіне материалдық жағдайы жақсы болған соң, ол маған шынымен идеал болып көрінді. Адамның іші бауырына кіріп кететін. Өзі сөзге де шешен болатын. Әрі ол кісі басшылық қызметте болған соң сенбеске амалым қалмады. Из-за религиозной безграмотности иногда попадает и образованный грамотный. Қанша білімді болса да, кейбір адамдар дін жағынан сауатсыз болуы мүмкін. Жалпы жат пиғылдағылар көзі ашық, көкірегі ояу адамды арбай алмайды деген қате пікір. Өйткені оларда сананы бақылау техникасы өте мықты. Кез келген діни ұйымның басты мақсаты өз ерушілерін көбейтіп, қоғамда дүрдараздық тудыру. Сондықтан олар өздеріне басқалар сену үшін білімді, үлгілі, сауатты адамдарды тартады. Сосын әрбір адамның психологиясымен жеке жұмыс жасайды. Мысалы, бір адамның бірнеше жоғары білімі бар делік, бірақ көпшілікке танымал болғысы келеді. Яғни атақ құмар. Осындай ұрымтал тұста олар ұтымды пайдаланады. Өзіне рухани тірек іздеген жандардың жағдайын түсінгенсіп, бүкіл сана сезімін жаулап алады. Рухани азық алсам, өзіме түсініксіз нәрселерді ұғына түссем деген Айбек. Осылайша дүмше діннің жетегінде кете барды. Діннің атын жамылған бүлдіргі ағымның шырмауына түскенін аңғармады да. Өрімдей жас жігітке жөн сілтейтін жан болмады. Өмір бойы атеистік қоғамда өмір сүріп, бертінде ғана намазға жығылған әкенің де діни сауаты шамалы еді. Мой отец вот уже с 98 года как
читает намаз. Әкем 1998 жылдан бастап намазға жығылып, кәдімгі дәстүрлі исламды ұстанды. Оған ішімдік ішпей, тек 5 уақыт намаз оқып жүру жеткілікті болады. Ал менің рухани ұстазым Құран кәрімнен көп мысалдар келтіретін, көп уағыз айтатын. Өзге әріптестері күмән келтіргенде, ұстазымның жауабы дәлелмен, дәйекпен өрілетін, жілік-жілігін шағып тұрып түсіндіріп беретін. Басым көпшілігінде білім болмайды оларда. Білім өте таяз болады. Сондықтан тар түйсікпен, тар ақылмен Құранның аяттарын өздерінше түсінбейді, өздерінше тәпсірлейді, өздерінше соған амал істейді. Сондықтан басым көпшілігі осы Құранның аяттары мен хадистерді дұрыс түсінбегендіктен болып жатыр проблеманың бәрі. Міне осы жерде олардың жаңа адасушылығының бірден бір себептері осы жерде жатыр негізінде. Жаңағы үкімдерді дұрыс түсінбегендіктен, жаңағы ақылдылардың келтелігінен, білімсіздігінен, біріншіден жаратылыстың ең жаманы болса, қанша жерін ақиқатқа шақырғанның өзінде білімі жоқ, ақылы келте болған адам қоғамға да пайда бермейді, өзіне де пайда бермейді. И вот тагут термин также был неправильно растолкован мне когда-то. Тағут терминін басқаша тәржімалады. Тәкфирлік идеяны қолдамайтындарда тағутқа табынушы, яғни шайтанның жолын ұстанатындар деп, ал зайырлы мемлекетті тағут елі деп шатасыппыз. Кейін маған теологтар түсіндіргендей, тағут сөзі күпірлік, шектен шығу дегенді білдіреді екен. Кәпір терминінде ұстазымыз басқаша мағынада айтатын. Ол кісі адамдарды кәпір және мұсылман деп екіге бөлуге үгіттеді. Шариат исламского. Нужно разделять людей на кафиров и на верующих. Содан мен де мұсылманның 5 парызын толық орындамайтын адамдардың барлығы кәпір, ондай жандардан аулақ жүру керек деген түсінік қалыптасты. Сол 2010 жылы хақтың діні нағыз мұсылмандыққа келдім деп іштей қатты қуанып жүрдім. Бірақ мен өзім ұстанған бағыттың теріс екендігін мүлдем білмедім. 2016 жылы екі қолға кісен салынғанда барып, радикалды ұйымның жетегінде кеткенімді анық түсіндім. Айбек сынды талай жастың түбіне жеткен теріс ағымдардың бірі әт-тәкфир уәл хижра деп аталады. Тәкфир сөзі арабша күпірлікті айыптау деген мағынаны берсе, хижра сөзі қоныс аудару, көшу деп тәржімаланады. Яғни мұсылманның 5 парызын толық орындамайтын кәпірлерден іргеңді аулақ сал деген идеология. Әт-тәкфир уәл хижра ұйымы 657 жылы Медина қаласының шығыс жағындағы Куфа қаласы маңындағы Харура жерінен бастау алды. 1960 жылдардың ортасында Мысыр мемлекетіне жасаған қастандық әрекеті үшін бұл ағымға шектеу қойылды. Ал біздің елімізде 2014 жылдан бастап әт-тәкфир уәл хижра ұйымына тыйым салынды. Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының шешімімен әт-тәкфир уәл хижра ұйымының қоғам және мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіргендігі дәлелденді. Өйткені тәкфиршілер үшін жихад ислам мемлекетін құрудың басты құралы. Сондай-ақ олардың пайымдауынша мешітке бару, имамды тыңдау үлкен қателік, кәпірдің ісі болып саналады. Иман келтіреді адам, ла иляха иллаллахы бар, бірақ оған сай амалы жоқ болатын болса, әхли сүнна уәл жамағаның діни наным сеніміндегі түсінік бойынша, ол адам кәпір емес. Ол адам күнәһар болып есептеледі. Ал олардың түсініктерінде не? Олардың түсініктерінде ла иляха иллаллахы болып тұрып, бірақ амалы ұштаспаса соған, мысалы намазы жоқ болатын болса, ол жеткіліксіз деп есептеледі. Сол себепті ол адам кәпір деген сипатқа ие дейді. Енді осы негізді қайдан алды олар? Мысалы Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабтың Науақидул Ислам деген кітабы бар. Соның ішінде осы нақты келтіріледі негізінде. Мысалы, мұсылман адам толық мұсылман болып есептелмейді дейді, оған намазы болса егер адам. Мысалы, саудиялық көптеген шейхтардың да фатуасы осы негізі. Намаз оқымайтын адам өзін мұсылман санаса да, ол мұсылман болып саналмайды дейді. Ол дұрыс емес негізі. Міне осы қағидамен келеді да, бұлар Қазақстан мемлекетіне келеді. Қазақстан мемлекетіне келіп осы формулаға салады. Осы формулаға салатын кезде өзінің ата-анасы да осының ішіне кіріп кетеді. Мысалы, ата-анасы айтады: балам,
біз Аллаға иман келтіреміз, Алла бізді жаратқан, бірақ намазымыз енді қартайғанда оқимыз деген осындай бір қателік түсініктер болады. Енді осы түсініктің негізінде олар үкім шығарылады бірден. Да, с 10-го года по момент задержания я не ходил в мечеть. 2010 жылдан 16 жылы тұтқындалғанға дейін мешітке бір ретте бас соқпаппын. Ұстазым мешіттерге мемлекет өз саясатын жүргізеді, жаңа өзгерістер енгізеді, ал дінге жасалған өзгерістерді қабылдау үлкен күнә деп Как түсіндірді. бы страх вот это, заработать грех лишний. Қазақстан зайырлы мемлекет болғандықтан діни наным сенім бостандығы заңмен қамтамасыз етілген. Оған қоса, жаһандану заманындағы еркіндікті жат ағым өкілдері ұтымды пайдалана білді. Ата-бабамыздан қалған дәстүрлі ислам дінінің атын жамылып, жастардың санасын улап, ел ішіне іріткі салып бақты. Бақылаудың әлсіздігін пайдаланып, білім білігі төмен жастарды соңынан ертті. Поступило выгодное предложение от другой компании. Басқа компаниядан тиімді ұсыныс түскен соң мен Алматыға қоныс аудардым. Жұмыс істеп жүріп ұстазымның Алматыдағы таныстарымен араласып кеттік. Жаныма тағы басқа өзіммен пікірлес болатын жастарды жинап жөндеу орталығын аштық. Жігіттердің бәрі отбасын құрмаған, үйсіз, күйсіз, жұмыссыз еді. Бәріміз бір наным сенімді қабылдадық. Басты мақсатым тұрмыстық жағдайды түзеу еді. Бос уақытта уағыз айтып, діни әдебиеттерді оқып беріп отырдым. Ол кітаптарды маған ұстазым берген болатын. Сол кезде ол әдебиеттерге тыйым салынғандығын мен білмедім. Знакомый в Алмате. Олардың оққаны жаңа 3 негіз, 4 негіз, 6 негіз, Китабут Таухид деген кітаптар. Оның бәрін кім жазды? Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың жаңа таралған кітаптар. Сондықтан Қазақстан мемлекетінде жалпы Саид Құтбты оқып, такфир болып кетіп жатқан жастарымыз жоқ қандай. Басым көпшілік осы кітаптарды оқу арқылы жаңағы такфирлік сипаттар пайда болды. Хауариждің сипаттары кейін осы адамдарда діни наным сенімінде пайда болды. Сөйтіп олар өзінің мұсылман бауырын күпірлікті айыптап, оны өлтіруге, жаңағы жихадқа деген мал мүліктерін тартып алуға өздерінің адам қылып алғаны себебі осы негізінде. Осы басым көпшілік осы жерде бізде проблема негізінде. Ислам дініндегі деструктивті ағымның өкілдері ортақ идеология ретінде уахабизмді ұстанады. Мәселен, тәкфіршілер кәпірлерді исламға жаппай тартуды діттесе, Хизбут Тахрир төңкеріс жасап, халифат құруды көксейді. Теологтардың пікірінше Құран кәрімде халифат құру туралы айтылмаған. Ал таблиғи жамағат болса, белсенді үгіт насихат жүргізіп, террорлық ұйымдарды сарбаздармен қамту қызметін атқарады. Бұл бірлестіктер ортақ уахабилік қозғалыстың құрамында бірін-бірі толықтыратын бірыңғай жүйе болып табылады. Олар айтқан уағыздар қасиетті кітап Құран кәрімнің үкімдерімен көп жағдайда сәйкес келе бермейді. Жат ағымның жетегінде кеткен жастардың адасуы салдарынан бұрын тек теледидарда, шетелдік жаңалықтарда айтылатын лаңкестік актілер қазақ жеріне де келді. Бас аяғы 5-10 жылдың ішінде елімізде бір емес, бірнеше дүркін лаңкестік оқиға тіркелді. Жарылыс жасап, жазықсыз жандарды атып, адам қанын мойнына жүктейтін теріс ағымдар ислам дініне үлкен залалын тигізуде. Өйткені зорлық-зомбылықтан тұратын терроризмнің мұсылмандық санамен ешқандай байланысы жоқ. Мәселен, қазақтың ғасырлар бойы ұстанып келген дәстүрлі исламы мен тәкфирлік бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар. Себебі жат ағымдар халықтық салт сана мен әдет ғұрыпты мойындамайды. Олар үшін салт дәстүрдің барлығы ширк, яғни Құдайға серік қосу. Зайырлы қоғамдағы өзгерістерді бидғат деп атап, дін жолына жаңалық енгізуді шайтанға табыну деп санайды. Бұл жат ағымның идеологиясының басты мақсаты кез келген жерде жаңағы
хауариждік сипаттарға негізделе отырып дінге жанашыр ретінде, дінге қатты жаны ашитын адам ретінде өздерін көрсете отырып, жалпы адамдардың өзінің нақты осы мемлекетке байлап қойған идеологемаларын жою арқылы өздерінің қатарына тарту. Идеологемалар деген не ол? Мысалы, кез келген адамды өзінің отанында байлап қоятын идеологемалар бар. Олар оның ана тілі болуы мүмкін. Олар оның патриоттық сезімі болуы мүмкін. Олар оның дәстүрге деген, өзінің мәдениетіне деген, өркениетіне деген сияқты махаббаттары болуы мүмкін. Сүйіспеншілігі болуы мүмкін деген сияқты мәселеде. Ата-анасына деген құрметі деген сияқты мәселе. Міне осының баршасын жою арқылы сен Құран мен сүннетпен жүресің бе, әлде дәстүрмен жүресің бе деді. Кез келген ислам дінін жаңа бастап жатқан, жаңағы күші қойнына сыймай жүрген жастарымыз әрине бұндай кезде Құран мен сүннетті таңдайтын ақиқат нәрсе. Дінтанушы ғалымдарымыздың пайымдауынша, қазақ халқы өз әдет-ғұрпын сүннетті ұстану ниетімен қалыптастырған. Бұған дәлел ретінде көптеген наным-сенімдеріміздің хадистермен, сүннеттермен үндесіп жатуын айтуға болады. Дәстүр, ислам діні. Екеуі өте ұштасқан нәрсе. Дін мен діл өте қатты бір-біріне қарым-қатынаста өте жақын. Біздің мемлекеттің тарихына қарайтын болсақ, біз атеизм заманын бастан өткерген адамдарымыз. Біздің ұрпақтарымыз, ата-бабаларымыз жаңағы, біз солардың ұрпақтарымыз бастан өткерген осы идеология. Сондықтан дін деген адамның баршасы репрессияға ұшыраған кезінде, дін деген адамның баршасы сотталған. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз өзінің менталитетіне сақтады осы дінді. Құран мен сүннетті, хадистерді пайғамбарымыздың өзінің дәстүріне сіңдіріп, мақал-мәтел ретінде ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Мысалы, оң аяқпен кір үйге, оң қолмен тамақ жеді, тамақ ішердің алдында бисмилля деген сөз айтып, алдында артында қолдарын жуыңдар, жатар кезде оң жаққа қарап бисмилля деп, біреудің ала жібін аттама, ұрлық қылма, өтірік айтпа, өсек айтпа деген сияқты сөздің бәрі тұнып тұрған шариғат. Сондықтан дәстүр арқылы біздің дініміз ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде беріліп, осы күнге жетті, рахмет. Ал енді келіп, осы идеологияның басты мақсаты осы дәстүрді құрту. Дәстүрді құрса болды не? Ар жағы жаңағы өзінің артынан ертіп алу мүмкіншілігі артады. Деструктивті жат ағымның идеологиясының басты мақсаты осы. Яғни ол адамның бүкіл құндылықтарын жоққа шығару арқылы өзіне тарту, сөйтіп өзіне тарту арқылы зомбирование жасап, адамның өзінің мақсатында діни, саяси мақсатта қолдану адамды. Жат идеяға шармалаған адамның психикасы бұзылады. Санасы уланып, ақ пен қараны ажыратуға құлқы болмайды. Мұндай адамдардың көзқарастары мен ұстанымдары зайырлы қоғамда еркін өмір сүруге кедергі келтіреді. Өйткені шектен шыққан идеологиялық ағымның кез келген көрінісі ұлтаралық, дінаралық қатынастарға жік түсіріп, ұлт тұтастығына, мемлекет тұрақтылығына қауіп төндіреді. В рядах мусульман вообще в целом идут разговоры вообще. Балаларды мектепте оқыту-оқытпау туралы мұсылман бауырлар арасында пікір қайшылықтары бар. Мектепте хиджаб кигізбейді. Ұлдар мен қыздардың бірге оқитыны да кедергі. Бейнелеу өнері, музыка сабағы сынды пәндер адамның иманын әлсіретеді деген пікір де бар. Ұстазым жабық киінетін, нағыз исламды ұстанатын Біріккен Араб Әмірліктеріне немесе Индонезияға қоныс аудару керек деп үгіттейтін. Материалдық жағдайымызды түзесек, кетіп қалуға болады деп те ойлайтынбыз. Человек, когда попадает в такую деструктивную религиозную организацию, Деструктивті ұйымдардың уағызын тыңдайтын адамдардың ішкі жан дүниесімен қатар сыртқы келбеті де өзгере бастайды. Соқыр сенімге тәуелді болып, оқшауланады, мінез-құлық өзгереді. Үй ішінде баласы әкесіне немесе күйеу әйеліне қарсы шығып, кикілжіңдер де туындауы мүмкін. Өйткені радикалды ағымдар бірінші кезекте рухани еркіндікке тұсау салады. Мұндай алдау арбау алдында көп адам ойлана бермейді. Кейде діни сектаға атақты немесе ақшасы бар ауқаттылар кіріп жатады. Ал біреулер материалдық жағдайдың жоқтығынан шарасыздықтан барады. Әсіресе әке-шеше махаббатына сусап, жақындарынан жылылық іздегендерге жанашыр табыла кетеді. Өйткені дін таратушылар бәріне түсіністікпен қарап, асқан қамқорлық танытады.
Зерттеушілердің пікіріне сүйенсек, діни фанатизм психикалық ауытқудың бір түрі. Сол себепті еліміздің ірі қалаларында діни секталардан зардап шеккендерді оңалту орталықтары ашылған. Бүгінгі күнге дейін республика бойынша 1200-ден астам адам оңалту орталықтарының көмегіне жүгінген. Каждому индивидуальный подход необходим. Әр адаммен жеке жұмыс жасау керек. Оңалту кезінде психолог, социолог, теолог сынды мамандар жеке-жеке сөйлесіп түсіндіреді. Түрлі психологиялық техникалар мен әдістер қарастырылған. Оңалту процесі оңай емес, уақыт керек. Сананың селт ету мерзімі бірнеше айдан 1 жылға дейін созылуы ықтимал. Әсіресе адасқан адамнан отбасы мен жақындары бас тартпауы тиіс. Тура жолға түсу үшін қолдау көрсеткен абзал. Діни секталар дүбәра қылған адамдардың сана сезімін жөнге келтіруге болады. Оңалту процесінен өткен соң өз қателіктерін біліп тәубесіне келіп жататындары да аз емес. Процесс реабилитации. Были проведены много бессонных ночей, размышлений. Қаншама түнді ұйқысыз өткіздім. Өз қателігімнің зардабын енді тартып жатырмын. Сол кезде қандай дінге кіргенімді өзімді ұқпадым. Егер сол кезде мен мешітке барсам, дәстүрлі дін өкілдерінен сұрасам, ізденсем, мұндай өкінішке ұрынбас едім. Білімсіз әркез адам адасу оңай болады. Білімсіз адам тез адасады. Сондықтан пайғамбардың хадисі бар, саллаллаху алейхи уассалам, қобля амал илм деген. Кез келген амалдың алдында бірінші білім тұру керек. Ал егер білімі жоқ болатын болса ше, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бұйырады: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Білмегендер білім иелерінен сұраңдар дейді. Қазіргі уақытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайттарында, сол сияқты мешіттерде әркез осы тақырып туралы уағыздар мен сабақтар, дәрістер беріледі. Біріншіден. Екіншіден, әдебиет тарату барысында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапының сараптау комиссиясы мақұлдаған ғана кітаптар таратылады. Бақылаудың бір жағы осы жатыр. Яғни кез келген әдебиетті тарату мақсатында, болмаса кез келген әдебиетті сатып алған кезде ең бірінші бетінде осы жаңағы мақұлданған, комиссияның мақұлданған өзінің бір өрі тұрмайтын болса, онда бұл кітап күмәнді кітап болса керек. Сол сияқты қандай лекторларды тыңдауға болмайтындығы туралы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан әркез жаңағы өзінің сайттарында болсын, жаңағы газет журналдарда болсын, нақты айқын айтылып тұрады әркез. Өкінішке қарай, қанша үгіт насихат жүргізілсе де, теріс ағым тигізген зардаптардың ауыр болатынын көп азаматтар кеш түсініп жатады. Дінді көзсіз еліктеушілікпен емес, біліммен пайымдау қажеттігін көп адамдар ескере бермейді. Были такие лидеры, Күндіз адамгершілік, имандылық жайлы уағыз айтып, кешке қарай жезөкшелермен көңіл көтеріп немесе есірткі қабылдап жүрген көсемдерде кездесті. Оларға еліктеп жүрген жастар мұндай 200-лікті көргенде көңілі қалып қиналады. Нағыз мұсылманмын деп жабық киініп жүрген адамдардың бәрі періште емес екендігінде ескеру керек. Кітап, газет журналдан бөлек, діннен еш хабары жоқ, қарапайым азаматтардың деструктивті ағымға еруіне әсер ететін факторлардың бірі интернет. Өз беттерінше ілім алған жастар. Тіпті кей жайттарда егде жастағылар ғаламтордан өзіне жөн сілтейтін идеал адамды тауып жатады. дефицит внимания, любви со стороны родителей. Шалыспас қателіктерге ұрынбау үшін ата-аналар ең алдымен өз перзенттеріне рухани тәрбие беруі тиіс. Баламен күнде кемінде 1 сағат әңгіме дүкен құрған жөн. Үйінде дұрыс тәлім тәрбие алған бала ешқашанда біреудің жетегінде кетпейді. Өскелең ұрпақты, ұлттық құндылықтарымызды, тілімізді, дәстүрлі дінімізді құрметтеуге баулу үшін бүгінде елімізде көптеген шаралар атқарылуда. Бұл туралы елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында да жан-жақты айтылған. Жат ағымдардан жақындарымызды, отбасымызды сақтаудың жолдары да қарапайым.
Не основная цель моей жизни. Основная цель, конечно, это выйти на свободу. бостандыққа шыққан соң мамандығым бойынша еңбек етіп ата бабам ұстанған дәстүрлі исламның жолымен жүрем. Отбасыма қорған болып, әкемді емдетсем деймін. Әйелім мен балаларымды жаныма ертіп әлемді көрсетіп, саяхаттасам деген арманым бар. Қазақ елінің өркендеп өсуіне өз үлесімді қоссам деген мақсат қойып отырмын. Ұлттық мәдениет, дәстүрлі дініміздің қағидаларын жас ұрпаққа сіңіре білу керек. Жақындарыңыздың өмірінде болып жатқан жайттарды үнемі біліп жүріңіз деп ақыл кеңес береді мамандар. Сонда ғана жат пиғылдағылар әке мен бала, ата мен немере арасындағы қарым-қатынастарға сызат түсіре алмайды. Семья это же святое. Отбасы бұл ең қастерлі, киелі ұғым. Сондықтан ойдан құрап алған жалған нәрселерге еліктеуді қойып, отбасына қамқорлық танытып, жаныңда жүрген жақындарыңа көңіл бөлген жөн. Қазір біз бүкіл әлем қауымдастығы мойындаған, дамып жатқан тәуелсіз мемлекетпіз. Осында елде білім алуға да, еңбек етіп табысқа кенелуге де мүмкіндік мол. Осыны бағалай білсек екен. Отбасы оңалса, мемлекетте мығым болады. Елде тыныштық, береке орнайды. Өйткені отан отбасынан басталады.